Қайырлы Казспорт телеарнасының көрермендері, негізгі құрам. Павлодар командасы мынадай ойыншылармен алғашқы партия бастайтын болады. 9-ші нөмірде Айзат Асмахан. Осылайша міне Қаратаев осы 6 жігітті алаңға шығаруды жөн санаған екен. Павлодар дело довел до 5 сетов. И ни одной победы у павлодарских волейболистов. И с учетом мотивации Десиля, тут ну вряд ли, да, стоит ожидать чего-то уж совсем сенсационного. Ну а в остальном другие команды, они тоже, в принципе, разобрались. Мангыстау, Буревестник, Атырау, они давно уже забронировали собой места в решающих матчах. И тут, можно сказать, готовятся к этим играм. Тот же Атырау с новым главным тренером Борис Гребенников. Тоже удивлял и наверняка постарается продолжить это дело уже на играх плей-офф. Когда что будет, ну, так официально будет объявлено позднее, конечно, есть информация, где что. Жемісті өткізуге тырысады аланда. Қазір егерде байланыстырушы шабуылға мүмкіндік беретін болса, әрине Илья Бахаревті біз шабуылда нәтижелі ойнағанын көретін боламыз. Сонымен 7-де 15. Масқариш. Өте жақсы соққы. Роман Фартов. Команда капитаны бұл допты аутқа бағыттап отыр. Сергей Косев әрине. Қателікке бой алдырды. Ал Павлодар командасының капитаны барлығын ойдағыдай орындауда. Бұл жол әрине көздегеніне жетті Сергей Костев, өйткені Белоусов өзі шабуылдайды. Және тағы бір ұпай 12-де 24. Есіл бас бапкері Теренинді көрсетуде. Әзірге барлығы Терениннің жоспары бойынша болып жатқанын байқауға болады. Әйтсе Теренин алаңның сыртында жай ғана тұрмай, әрдайым бағдар беріп тұрады. Сонымен 25-те 12 есебімен алғашқы партия аяқталды. Ну, в принципе, те же самые ребята, которые и первый сет, по-моему. Первый розыгрыш за СЛСК, там чуть рекламные бортики не разнесли. Пытается мяч достать. А что здесь? А здесь ошибка при расстановке. Масқариш. Роман Фартов артқа аймақта өзінің жұмысын атқаруда, және Сулейманов бос аймақты байқаған сәтте бірден сол жерге допты бағыттай салды. Қараңыздар. Өте керемет деңгейде ойнайтын волейболшы Александр Сулейманов. Погребняк. Артқа аймақта Белоусов өзі шабуылға шығады. Топ әлі ойында. Бахарев қайтадан Белоусов. Сулейманов арқылы шабуыл ойнау керек. Бахаревте Нияз Нұрғазинді мына жерде үлгерген жоқ. Үлгермеді деп те айта алмаймыз. Олар доптың қасында еді, бірақ кім сол допқа жауапты?
кім сол допта ойында сақтап қалады деген бір жауапкершілік болған жоқ екі ойыншында. Бұл ойында қараңыздар. Міне, екеуі де бір-біріне қарап қалды. Нияз Нұрғазин Бахарев көтереді деп ойлады. Бахарев Нияз Нұрғазин деп көтереді деп ойлады. Соның салдарынан бір ұпай жоғалтып отыр. Кішкене ұйымшылдық және сөйлесу керек сияқты алаңда ойнаған кезде, әсіресе осы командалық спорт түрлерінде бір-біріне айтып сөйлесу керек. 14-9. Ал Погребняк болса жалғастырады. Эдуард соққысы өте жойқын. Марк Истомин. Я, Марктың. Сулейманов. Және Каляка. Осылайша сол аймақта қабылдай алған жоқ. Жиырма 15-18. Осылайша екінші партияда Есіл командасын пайдасына аяқталып отыр. На один мяч Есельска к этому ближе. Тарасов очень спокойно, никто даже не шелохнулся у Павлодара. Обратите внимание, настолько это было неожиданно до тех пор, пока мяч не ударился о пол. Такое было ощущение, что не готовы были совершенно к этому павлодарцы. И подает Тарасов. Два подряд розыгрыша связующий своей команде приносит. Ішісінде қалай болатынын көреміз. Бірақ артқы аймақта Белоусов 5-ші аймақ нысанаға алынған болатын. Я, Есіл жігіттердің тәжірибесі жеткілікті, әрине. Осылайша осы аймақты байқаған сәтте ондай мүмкіндікті жібермейтінін жақсы білеміз. Каляка шығып отыр Белоусовтың орнына. Осы негізгі алмастыру процесі барысында алаңға шығатын ойыншылар сол Бахарев, Каляка. Макенов өзі. Горбачев. Осымен 3-0 есебімен. Бұл кездесуде Есіл командасы жеңіске жетіп отыр. Біз Теренин шәкірттерін құттықтаймыз.